Сипаттамалар и товардың пайдасы туралы. Давайте. Қандай нелеріңіз бар? Кімдікін премьерге алдыңыз, сонымен презентация қылып жіберсеңіз сәл. Менің Бекзаданың несін алдық. Давайте. Менде швейная услуга деп айттым жаңа. Енді швейная услуга, реставрация мягкой мебели. Мен деген салам, бір ресторанды аламын. О, ресторан маған мысалға 2 ай бұрын жазылып қояды. Мен ол ресторанның бірінші пайдасы клиентқа. Размерін бәрін мен алдым, уже менде бар. Олар жыл сайын скатерть, салфеткасын ауыстырады, диванын ауыстырады. Вот келесі айда уже шторасын ауыстырады, формасын тіктіреді официанттардың. Сон барлығын бір жерден алады, бір цехтан. Менде швейный цех. Ол клиентқа пайдасы, ол мен уже дизайнын білем ол ресторанның. Постоянно клиент болғасын мен скидкасын да жасаймын. Сосын маған тек цветін айтса, мен сол матаны табам, сол керек табам. Все, хорошо. Артықшылықты, басқалардан артықшылықтарыңыз сода, да? Сода. Қараңыз, сипаттамаңыз сізді мынандай болады. Мен мебельді реставрация істеген кезде менде мынандай сипаттамалар бар, характеристика. Товар, мысалы үшін матаның бірнеше түрі бар. 2 айдың ішінде заказды орындаймыз. Бағасы мынандай. Істейтін нәрселердің, товарлардың, жаңағы шикізаттардың қасиеттері мынандай. И кеттік. Енді мысалы үшін деген пайдасы, клиентке пайдасы, басқаларға қарағанда қандай пайдасы бар сіздерден алатын деген. Артықшылықтары дегеніңіз жаңағы 2 ай деген көп ұзақ па, или тез ба? Жоқ, 2 ай бұрын жазылып қояды. Мен осындай уақытта ауыстырайын деп едім, ақша жинап жатырмын деп, жаңа клиенттар. Олар өздері басқа салада ғой, енді ресторанный бизнес болғасын, басын ауыртпайды да, деген саласына қарай. Бізге форма керек еді дейді официанттарға. Мысалы, оны бір жерден таба алады. Все. Қараңыз, онда сіздің жаңағы сипаттамаларымыздың барлығы, сіз не тігесіз, ұсынатын ұсыныстарының барлығы. Киімдер, мебельдің жаңа тканьдары, мебельдің өзі и жаңа барлық сіздің көрсететін қызметтеріңіздің түрлері. Шторы, скатерты, салфетки. Барлығы қосып кетесіздер. Екінші артықшылықтарыңыз, мысалы үшін... Размерін қайта снимать етіп жүрмеймін, бір снимать етіп аламыз, сол менде бар. О пайдасы, бұл оларға пайда. Бір рет и сразу істейді. Хорошо. Дальше. Сосын уақытын жоғалтып, ол мата іздеп жүрмейді, барлығын менен табады. Сіз уақытты үнемдейсіз. Бүткіл керек заттарыңыз, нәрселеріңіздің барлығын бір жерден алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Хорошо, дальше. Дальше. Клиенттің қалауын түсініп тұрамын уже, енді бір клиентпен жұмыс жасап қалғандықтан. Мысалы сізде конкурент бар ма? Конкурентпен салыстырған кезіңіздегі артықшылықтарыңыз қандай? Конкурентпен салыстырғанда артықшылығым барлығын бір жерден жасата аламын, шығаратын болғандықтан артықшылығым сода. Тағы қандай артықшылығыңыз бар? Бір клиентқа қайта заказын алғаннан кейін мен оған скидкасын жасаймын. Ертең басқа клиенттерге скидка жасаса, Қытайдан келеді, бір қырғыздар келеді, Қазақстанға келеді. Біз ұшып кетеміз, самолетпен келеміз, заказдарымыздың барлығын аламыз, сізге почтадан салып жібереміз. Бағасы арзандау болады. Сол кезде не істейсіз? Артықшылықтарыңыз. Онда случай болуы мүмкін ғой. Назгүл, қайдасыз? Да, Назгүл, айта беріңіз. Естілмей тұр, Назгүл, сізді. Айтпақшы, жаңа мен естіп қалдым, Назгүл, Ақтаудан деген грант объявление. Иә, мен соған тапсырдым. Қандай товармен тапсырдыңыз? Мен товар емес, менде қызмет көрсету коррекциялық орталық ерекше балаларға. Все, хорошо. Ертең бұл жерде сіз тоже презентацияңызды, идеяңызды сата білу керексіздер. Бұл тоже, мысалы үшін, характеристиканың бәрін айтпайсыз, артықшылықтары конкуренттермен и тоже пайдасы. Менің артықшылығымды айтатын болсақ, мен өзім енді коррекционный центрда айтатын болсақ, менің артықшылығым
басқа коррекциялық орталықтардан менде именно академиялық навыктарға, академический навык, сол оқу жазу сауат ашуға көп көңіл бөлгім келеді, потому что көп балаларды сөйлемей түсінбейді ғой, сол үшін бәрі сөйлетеміз дейді да, сөйлегеннен кейін ары қарай уже баратын жол жоқ та. Көп развивающийлар и басқа мектеп алды дайындық топтары бар ғой, мат топтары, барлығы нормотипичный балаларға арналған да, ал андай ерекше балаларға арналған, именно сауат ашуға арналған, именно оқып жазып түсіндіретін ешбір жерде жоқ. Мен именно қазір мен өзімнің балам бар, қазір сөйледі, енді сөйлегеннен кейін де ары қарай сол мен өзімнің баламмен жұмыс жасау үшін оқыдым ғой, соған енді қазір сөйледі, енді ары қарай мектепке не істеу керек қой, мысалы үшін память наша, жаттай алмайды деген сияқты. Иә, во. Қараңыз, жаңа кім, жаңа Бекзада мен сіздікі келген қасиеттер, сипаттамалары бір болады. Мысалы үшін да, мысалы мынандай сіз айтасыз тоже қызмет көрсету түрлері, менде мынандай қызмет көрсету түрі бар. Менің оқу саламысының сағаты мынандай, программамда 18 сағаттан тұрады. Оның ішіне мынау кіреді. Басқалармен салыстырғанда жобалап бірдейсіңдер. Алатын пайдасы қандай? Мысалы үшін да клиенті не экономдайды? Көбінесе клиенттер пайдасы үшін келеді. И қандай да бір артықшылықтар үшін келеді. Мысалы үшін, Бекзат айттым ғой сізге деген. Ертең сіздің қалаңызға, өңірге басқа конкурент кіріп келсе, сіз не істейсіз деген сұраққа жауап береді. Бұл жерде сіздің артықшылығыңыз, может быть, там не болуы мүмкін, клиент ориентир. Енді мен былай презентация жоба ретінде енді артықшылығымды солай алып отырмын ғой, енді академический жаққа көп көңіл бөлем деп та. Бірақ сіз конкуренттермен салыстыру керексіздер. Ал енді конкурентпен салыстырғанда вот мен клиентке артықшылығымды вот білмеймін, шынымды айтсам. Потому что мен ойладым да, бізде коррекциялық менде де сондай жағдай болып тұр ғой, жаңағы сіз айтқанда ойланып қалып жатырмын да, артықшылық неде екен деп. Менде де бір центр бар да, коррекционный. Оның типа ең күшті қала бойынша номер 1. Оның айына бағасы 350 мың да. Мен ойладым да, мысалы үшін мен одан төмендетіп, жаңағы баға жағынан төмен қылып, типа ұтамын деп та. Потому что бағамен төмендету постоянно түсіре алмаймын, потому что барлық зат не істеп жатыр. Сол. Бағамен конкуренция етуге болады, бірақ это өте опасный зат. Көтерілу қиын, төмен түсу оңай болады. Всегда бағаны. Мысалы үшін өзіңіздің бағаңызды 50 мың теңгеден бастасаңыз, грубо айтқан кезінде, сосын деген бір айдан кейін 80 мың, 100 мың деп резко көтерсеңіз, онда уже барлық кетіп қалады сіздердің. Реклама жасады деп айтады ғой да бәрі. Да, и 150 мың қылып бастап, 100 мыңға түссеңіз, ол кезде сол үшін сіздің құндылықтарыңызды білу керексіз. Бағамен конкурент етуге негізінде не стоит, потому что всегда болады мынандай бар, даже конкуренттер нарыққа кіріп келіп, әдейі бағаны түсіруі мүмкін. Мысалы үшін историяда бар, мынандай маркетинговый история, үлкен крупный компанияларда нарыққа кіру үшін ең төмен бағаларды береді. Сосын оның қасындағы басқа мелкий, басқа саудалар өліп қалады, бизнестері. Олар 1 жыл ұстай ма төмен бағаны, 2 жыл ұстай ма, 3 жыл олардың ресурстары жетеді. Түсінікті ғой да? Олардың ар жағына запас ақшасы бар. 1 жыл, 3 жыл ұстауға. Түсінікті ғой да? Содан кейін ол уже бағасын көтереді. Конкуренттердің барлығын өліп. Біздерде кәсіпкер ретінде сіз істей алмайсыз 1 жыл тегін. Даже 2-3 ай уже бағасы бар. Минусқа ешкім істемейді, өзіңіздің семьяңыз бар. Сол үшін бағамен конкуренция қылу өте опасный варианттар болады. Мен де есептеп едім, вообще келіспейтін сияқты болып тұр да баға. Сол көп стартаптардың негізінде ошибкалары бірдей. Бағасын мынандай қылып қоямын, потом деген әр тартса былай жетпейді, былай тартса былай жетпей отырады. Потом амал жоқтан көтеруге тура келеді. Сол үшін расчет дұрыс болады. Қараңыз, сіздер қазір деген бүйтіп істеуге болады. Конкуренттеріңізді зерттеп, конкуренттеріңізбен салыстырып, Мысалы, қара, менде мынандай болды. Мен шетелге балаларды оқуға жіберемін. Да, осы жылы біздер бүткіл агентстволар примерно бір-бірімізге бәріміз ұқсаймыз. Примерно бәріміз жобалатып бір-бірімізге ұқсаймыз. И мен реклама берген кезде маған соғады адамдар.
мен мынандай өзім қостым артықшылық ретінде. Тренинги от Армана Ангвердиева, лидершипс, там, навыки лидерства, тренинг профориентации, коммуникативные навыки, навыки продаж дегенді өзі таңдап алдым. Мысалы үшін көп ата аналар профориентацияны таңдап алды. Не просто мен мысалы үшін Англияға бала алып бара жатырмын, еще плюс тренинг. Қалған сопровождающийлер ондайды оқымайды. Түсінікті ғой да? А так басқа жағы бағасымен, баратын орнымызбен плюс-минус бәріміз бірдейміз. Түсінікті ғой да? Біздерде жататын әр адамның комнатасы өздеріне бөлек-бөлек комната. Бір комнатта 3 баладан жатпайды, бір комнатта 1 бала жатады. Мысалы, артықшылық таптым. Так қалғандарының барлығы бірдей біздерде. Тоже 2 аптаға, тоже 15 сағат ағылшынша, тоже Англияға, тоже, плюс-минус бірдейміз. Да? Сол үшін мына артықшылықтарының барлығын көрсете білу керек. Бір адамдар артықшылығын алады, бір адамдар пайдасын алады. Кто на что клюет. Кейбір адамдар деген бағасына қарамайды, оларға пайдасы, артықшылығы маңызды болады. Кейбір адамдар оның мысалы даже деген пайдасының өзі тек қана ақшамен емес, мысалы мынандай болуы мүмкін. Сіз зато бір жерден барлық нәрсені заказ беруге болады дейді Бекзат айтқан сияқты. И футболканы, форманы, киімді бір тігіп алсаңыз болады. Бір жерден еш жерге барып, и стилистикасы мысалы іштегі мебельмен, дивандармен официанттардың костюмдері бірдей болып тұрады, бірдей цветпен. И видеоға түскен кездерде өте әдемі көрінеді. Ойымнан шығара салдым айтпақшы. Мысалы, отырған ресторанның ішінде отырған, мынандай идея предлагать етіп қойыңыз, отырған ресторанның ішіндегі жамылатын нелері бар ғой, отырғыштары жабатын, дизайны бірдей, стилі бірдей, и официанттың киімдері бірдей. Сол кезде, может быть, гармонично көрініп тұрады. Такой әдемі, такой дизайнерский. Вроде бы зал деген ондай қымбат емес, такой богатый зал емес, обычный простой зал. Такой вот необычный фишкалары бар. Сосын мен сізге мынандай сұрақ қояйын деп едім. Мысалы үшін да мен жаңағы коррекционный центр бар ғой, қаладағы ең күшті деген. Ол 350 мыңды сол кезде маған қымбат болды ғой енді. Мен өзімнің қолым жеткен жоқ та. Иә. Ондайлар көп бар. Иә, сол үшін сол үшін мен ойладым да жаңа былай. Қазір 1 минут күте тұрасыздар. Мен сол кезде ойладым да жаңағы, типа, ол кезде енді 350 мың деген біреудің 3 зарплатасы, біреудің 2 зарплатасы, біреудің 1 зарплатасы ғой, былай қарағанда да. Иә. Сол кезде мен ойладым да жаңағы, халықта, типа, ондай ақша жоқ деген. Типа, халық дайын емес. Бірақ сол бағаны ұстап тұрғанына олар 3 жылдан асып кетті да. Значит, негізінде бар ғой, біздер деген қымбат товар сатқан кездерде өзімізді клиенттің орнына қойған ол қате нелердің бірі. Сол қате ғой, сол енді мен түсіндім ғой, что халық мысалы үшін құндылықтарын көрсетеді. Значит, ол 3 жылдан сатса, значит, клиенттердің мүмкіндігі бар. Значит, оның қандай да ол басқа құндылықтармен сол бағаны жауып тұр. Просто менде анандай ғой, сол мысалы үшін бөледі ғой былай клиент сегментке да, жоғарғы сегмент, төмен сегмент, орта сегмент деп та. Сол былай тек жоғарғы сегментке, мысалы үшін мен қазір Инстаграмда жұмыс не істеймін ғой, маған именно анандай солар жазады да, вот дәріге ақшам жетпей жатыр, анаған ақшам жетпей жатыр, көмектесіп жүріп. Бұл целевой аудиторияңыз, мақсатты аудиторияңыз кім? Соны таңдап алу керек, қандай аудиториямен жұмыс жасайсыз. Сол жерде сондай адамдармен рекламаға жібересіз. Бұл жерде енді бұл мақсатты аудиторияңыз кім? Бүйтуге бола ма? Мен осыны басқа адамдардан сұрадым да, маған айтады да, сен рекламаны қалай істеп, қалай не істегенмен де бәрібір ондай адамдар 10% болды. Конечно, келеді. Сол менде мынандай ой бар да, тек жоқ сол сегментке қарай жұмыс істейтін бола ма? Мысалы үшін бүйтуге да, мысалы үшін анандай болады ғой, мысалы үшін Gucci сияқты, мысалы үшін брендтерге да, оған, например, ақшасы жоқ адам барып, мен ақшам жоқ еді, там рассрочка алуға бола ма деген сияқты оған сұрақ қоймайды ол магазинге барғанда, бәрі наличка алады да. Сол сияқты маған келгенде сразу мен сондай сегментті клиентті олардың енді сіз өзіңізді мүмкіндіктеріңе қарап, олардың ондай категорияның и требованиясы да жоғары болады. Түсінікті ғой да?
Соны сіз өзіңіз Мындай болу көрсетесіз. үшін қандай шарттарды орындауым керек, соны түсінбедім да. Оның тұрған сіздің оборудованиеңіздің бағасы, мамандарыңыздың қай жерден келген мамандар, мысалы үшін дегенді, бұл жерде қандай специалисттер, ертең мысалы үшін сіздің коррекционный центрде істеп, ол ертең поликлиникада істеп жүрсе де, онда ол уже деген не болып кетеді өйткені. Поликлиникаға тегін бармайын ба дейді маған. Бұл жерде сіздің мамандықтарыңызға, тұрған орнына, зданияңызға, оборудованиеңізға барлығына байланысты. Премиум сегментті премиум требовать етеді. Менде мысалы үшін мында Астанада мынандай адамдар оқыды, шуба сатады. Ол шубаға кіру үшін очередьке жазылады. И тек қана бір магазиннің ішінде бір өзің жүресің сен. Бүткіл магазин тек қана саған жұмыс жасайды. Бүйтіп ашық тұрмайды, сен телефонмен соғасың, жазыласың определенный уақытқа, и сол уақытта сені қабылдайды. 5-тен 7-ге дейін сенің уақытың. Бірақ олардың шубасының бағасы... Сіз ол кісілермен жұмыс жасадыңыз ба, мысалы? Иә, ол бірақ олардың істеп жүргендері... Олардың рекламасының, мысалы үшін, мынау ғой менің сұрағым келіп отқан. Олардың маркетинговый ходтары қалай, сонда рекламаны олар белгілі бір площадкаға жібереді ғой да, сонда типа люкс адамдарға, солай ма? Жоқ, ол сарафанный радиоға жұмыс жақсы жасайды. Сарафанный радио жақсы жұмыс жасайды. Бұл жерде көбінесе. Менде мысалы өзімде ағылшынша мектептің рекламасы Инстаграм жұмыс жасаған жоқ. Бір клиент те келген жоқ. Маған 17 адам қазір келді. 17-сінің барлығы чисто сарафанка. Ну, и компаниялармен жұмыс жасағасын. Бұл сразу ондай категорияға кіру өте қиын болады. Бұл жерде талаптар да жоғары, сіздің жаңағы зданияңыздың өзі жақсы болды. Менде мысалы үшін бір мектеп ашты, Астана қаласынан, олар мектеп ашқанға деген платный мектепті ашты, бастауыш, олардың инвестициясы 110 миллион болды. Осыдан жетті. Понятно, да? И олар өздері соған дайындалып барды. Оған инвестиция тоже керек қосалу үшін деген. Поэтому деген бұл жерде мақсат аудиторияны таңдап аласыздар, и сонымен жұмыс жасауға болады. Мүмкін индивидуально дейсіз, мүмкін үйіне барып дейсіз, мүмкін әртүрлі нелерді жібересіз. Негізінде енді бағасы мен качествосы сәйкес келу керек, желательно енді максимал түрде, и алатын пайдаңызды көрсетіп қойып, мысалы бағасын төмен қылып емес, бағасын сол бағаның ішіне не кіреді, қандай жеңілдіктер бересіз. Бұл жерде тек қымбат, и біздерде Қазақстанда қымбат, это не всегда күшті. Поэтому деген құндылықтарыңызды көрсете білу. Мысалы үшін сіз өзіңіздің балаңызбен жұмыс жасадыңыз, өзіңіздің балаңызды как результат ретінде көрсетсеңіз. Вот мен storytelling дейді, история арқылы енді оның өзіңіздің неңізге байланысты шығара аласыз ба, шығармайсыз ба? Өзіңіздің историяңыз арқылы сол ақпаратты басқаларға жеткізу. Типа мен ол бірінші оқыған маманмын, и өзімнің басымда практикамда сондай жағдай бар, и өзім мынандай результатқа жеттім. Енді қараңыз, ХВП деген түсінікті болды ғой да, мына жерде қандай сіздердің артықшылықтарыңыз бар. Көбінесе осы формуланы істеп алып келсеңіз, сізге көмектеседі. Мен сізге қазір бір видео көрсетемін. Сол видео арқылы любой клиентпен сол клиенттің тілінде сөйлесу керекпіз. Қазір бір видео қарап жіберіңіз. Я ознакомился с вашим резюме. Меня практически все устраивает. У вас отличный опыт работы. Да, я еще не указал, что владею свободно английским, немецким, французским, японским и суахили. Но это, я думаю, вам вряд ли у нас понадобится. Главное в нашем деле – это уметь найти контакт с клиентом. Да, вы абсолютно правы, да. Здрасте, мальчики, вы работаете тут? Здрасте. В общем, подскажите мне нужна такая машина, ну, чтобы когда она останавливается, она так делала. И чтобы вот вечером, когда там вот так вот все было, и по бокам вот такие 4, чтобы стояли. И еще, чтобы когда вот сзади останавливаешься, такие и на кнопочки такие чпоньк. И обязательно надо мне. У нас есть офигительный вариант. Спереди, когда открываешь это, она такая...
А вот автоматически вот это? Да, конечно, 1,6. Ну, это не важно. Но когда садитесь в салон, здесь такая пипочка, так, пак, и здесь. Ага, вот Да. это И мне когда нужно, нажимаешь да. на эту кнопочку, сзади так. Мне нравится. Вот. Вариант, да. Еще. Есть вот это? И есть еще несколько вариантов. Есть. А вот когда с другими машинами так делает она? Делает и. Ага, все, мне очень нравится Вам эта нравится? машина, да, я беру этот вариант. Тогда пройдемте в кассу. Работаете с сегодняшнего дня. Спасибо. Не түсіндіңіз? Клиенттің тілін таба біледі. Кез келген клиентпен соның тілінде сөйлесе білу. Бұл жерде клиенттер әртүрлі болуы мүмкін. И кейде мысалы үшін характеристика жаңа сипаттамалар айтқан кезде көп адамдар слишком характеристика кіріп кетуі мүмкін. Бұл жерде оған керек емес болуы мүмкін. Оған алатын мен мысалы үшін бекзада сіздердің клиенттеріңіз тоже предпринимательдер, бизнесмендер. Оған не маңызды? Арзан и уақытылы. И всегда арзан болу керек. Да, ну, имеется в виду, скидка болу керек. Оны деген әдейі бүйтіп істеуге болады, бағасын басында көтеріп айтып, мысалы үшін 1 метр квадраты тігу үшін 2.500 теңге, бірақ сіз үшін Назгүл 2300. Солай жұмыс жасап жатыр. Бұл предпринимательдерге сол маңызды, соны есту керек. Постоянно клиент сізге енді осындай ғой деп. Иә. Оған сол маңызды, ол тексермейді бұл жерге. Ал жаңадан келген клиенттерге мысалы үшін мынау маңызды. Сіз кімдермен жұмыс жасадыңыз, кімдерге тіктіңіз. Иә. Бұл жерде жаңағы мынандай ресторанмен істедім, мына ресторан менікі, мына ресторан менікі, мына заводпен істедім, мынандай мен тіктім, Билайнға тіктім, Халық банкке тіктім. И тагида кетті сонымен бара историяңыз деген. Бұл жерде әр клиентпен өзінің тілінде сөйлесе білу керек. Не маңызды? Сол үшін біз сіздің сипаттамаларыңызды білесіз, клиентке беретін пайдаңыз қандай, и сіздің клиенттермен артықшылықтарыңыз қандай. Сосын мынандай не бар? SWOT анализді білеміз ғой, да, естіген шығармызда, басым жақтары, әлсіз жақтары деген. Сіздің басым жақтарыңыз қандай? Артықшылықтарыңыз. Мысалы үшін менің басым жағым, біз айтуым мүмкін, мен өзім осы салада жүргеніме 15 жыл болды. Менің басым жағым, менде үлкен цех бар, 500 квадрат цех бар. Бір күннің ішінде, или бір айдың ішінде мынандай товар өндіруге мүмкіндігім бар, товарные мощности. Сильные стороны, мықты жақтарыңыз сіздің, реально мықты жақтарыңыз. Менде қаржы мүмкіндігі мынандай, менде специалисттер мынандай мамандар бар, менде маркетинг мынандай, и все. Теперь әлсіз жақтарыңыз қандай? Әлсіз жақтарым менің мысалы үшін кадр жетіспейді. Тек қана өзімнің қаламда істеп тұрмын, басқа жаққа шыға алмай тұрмын, мүмкіндік жетпей жатыр. Экспортқа жетпей жатыр. Товардың валютный, доллардың өсіп кетуі менің бизнесіме үлкен әсері бар. Түсінікті ғой, да? Бұл менің жаңағы артықшылық, әлсіз жақтарым. Енді менің мүмкіндіктерім қандай? Қандай менде мүмкіндік бар осы бизнесті жалғастыруға? Немесе ары қарата оны алып кетуге қандай мүмкіндіктерім бар? Сол туралы айтсаңыз. Енді дальше мына жерге бүйтіп көрсетесіз. Мысалы, не? Бұл жерде екіншісі мен қауіп қатерлер. Қандай қауіп қатерлер бар біздерде? Осының барлығымен сіз өзіңіз SWOT анализ ретінде шешім қабылдайсыз. Дальше керек па істеп, жалғастырып, или керек емес. Дәл осы SWOT анализді біз бүйтсек болады. Конкуренттердің басым жақтарын қарауға болады. Конкуренттердің әлсіз жақтарын қарауға болады. Конкуренттердің мүмкіндігін қарауға. Бұл жерде сіз өзіңіз соны қалай қарайсыз? Сол сіздің мүмкіндіктеріңіз қандай деген сұраққа. Міне мысалы үшін деген қайтып көрсетуге болады. Қазір 1 минут. Ал енді сол конкуренттеріңіздің әлсіз жақтарын өзіңіздің мықты жақтарыңызға айналдырып алуға мүмкіндік бар. Оны қалай істейсіз? Қараңыз, сізде Каспий банкта сізге не ұнайды? Міне. Силы, слабости, возможности и угрозы.
Давайте мен бір сізге мынаны айтайын. Сізге осыдан 10 жыл бұрын Народный банкта, Халық банкта не ұнамайтын еді? Или Казкоммерцбанкта, давайте. Жоқ банкты айта қояйық. Не ұнамайтын еді? Давайте. Әлсіз жақтары қандай Каспий банктың? Мысалы үшін сервис нашар, карточканы ұзақ уақыт шығарады, очередьте көп тұру керек, тағы Қазіргі таңда басқа. Каспий банк қой енді жақсысы. Иә. Ол Енді бұл осыдан 10 жыл бұрын айтып тұр ғой. Да? Басқа кісінің атын төлеленбесін Каспийда. Вот. Енді қараңыз. Сізге Каспий банк деген мына Халық банк, Казкоммерцбанк, Сбербанктағы бүткіл әлсіз жақтарын алады да өзінің плюсы қылып алады. Мысалы үшін деген басқа банкте карточканы бір ай істейтін болса, Каспий банкта 1 минут. Перевод там 300 мың теңгеден басқа банктарда процент ақша снимать ету үшін деген 1% болса, Каспий банкта 300 мың теңгеге дейін тегін. Басқа банктар бонус бермейді, Каспий банк бонус береді. Түсінікті ғой, да? Дәл сол сияқты сіздің конкуренттеріңіздің әлсіз жақтары қандай? Аман келді. Бекзада. Қандай конкуренттеріңіз бар? Мысалы үшін қараңыз, манағы 350 мың теңгенікі Назгүл. Вот анализ бойынша. Оның мықты жақтарын барлығын білесіз. Да, өзіңіз. Бағасы 350 мың теңге, мамандары бар, специалисттері бар, тағы басқалары бар. Олардың әлсіз жақтары қандай? Олардың менің личный өзімде услугада бір Давайте. жерге барған кезде бір иностранецтер кездесті маған. Мен геодезийский услугу жасап жүрген кезде. Сосын англичанин, мен анда дачаға бардым, жер өлшеу керек болды. Проект алып келді маған, ол судың жағасында бір нәрсе жасайын деп отыр екен, сондай бір огромный өзінің дачасы бар, бірақ дейтін необычный проект жасайын деп отыр да, қолында проектісі бар бәрі. Маған әйелі келіп, орысша екеуміздің ортасында переводчик болып отыр да маған әйелі. Как называется вот это? Сосын мен англичанға сразу айттым, what do you need деп сразу айттым да анаған. Сосын анау маған қарады да, сосын білетінді білді, сосын о деп кеттік екеуміз, короче, дыр. Вот, сол жерде плюс болып кетті тек. Вот түсінікті ғой, да, артықшылықтарыңыз сіздің сода. Менде мысалы тіл білетінім, 3 тілді білетінім тоже көп уақытта артықшылық болып кетеді. Бұл жерде енді сіздің алып кеткен құндылығыңыз ол сол моментте тілді білгеніңіз. Енді қараңыз, конкуренттердің әлсіз жақтарын алып, өзіңізге плюс қылып алуға мүмкіндіктеріңіз бар. Не сияқты, Каспий банк сияқты. Мысалы үшін деген Назгүл, Бекзада, Амангелді, сіздер услугаңызда қандай нелер бар, конкуренттеріңіздің кемшілік жақтары? Мысалы үшін қызметті көрсетуді олар мынандай уақытта қабылдамайтын шығар. Былай демалыс уақыттарында, суббота уақыттарында менің конкуренттарым көп жұмыс жасамайды, суббота-воскресенье. Сондықтан адамдар звондаған кезде вы сегодня работаете деп сұрайды да. Мен айтамын, мы работаем 24/7. Сол, в общем, зерттеп келіп, соның барлығы, мен мысалы қараңыз, айтпақшы, пример, біздердегі Ақтаудағы примері болғанда кезінде. Мен өзім туған жерім Ақтау, қазір Астана тұрғанмен. Ақтауда мен ағылшын тілі мектебін ашамын. Ол кезде біздерде корпоративный клиенттермен жұмыс жасайтын бір-екі компания болды. Екі основной конкурент. Мынандай мектеп емес, тек қана мұнай компанияларымен жұмыс жасайды. Олардың офистерін көрсең, іші шикарный. Енді олар нарықта істеп жатырғандарына 10 жыл болды. Ішінде оборудованиясы мықты, телевизор тұр, мұғалімдері бар, тұрған орны күшті жерде, районда, офистері шикарный. В общем, мен анандай офисті істеу үшін оған жетпеймін. Оған жету үшін маған 5-6 жыл уақытым керек. Немесе қаржы керек. Менде қаржы ақша жоқ. Бар жоғы $1000 бар сол кезде, 150 мың теңге. Болды. Енді клиенттермен кездесемін, жаңағы әртүрлі клиенттермен, и менің көп жерден проигрываю. Былай айтқан кезде конкуренттерден проигрываю. Жүріп іздеп келген кезде бір клиент келеді маған деген. Басқа біздің адамдарды көп жылдан бері оқытып жатырық, ешқандай результат жоқ.
адамдар сабаққа бармайды. Осы жерден шығып келеді, сабаққа барамыз дейді. Біздер не можем проконтролировать, келді ма, келген жоқ па. Мұғалімдер алдын ала қол қойдыртып алады, болды дейді. Ал мұғалімдер отырады да, енді мұғалімнің барлығы өзінше ғой, біздер ол жерге бармаймыз, маған бәрі өзі келсін дейді. А менде офис жоқ сол кезде қалада. И мен мынандай идея предлагать етемін 2007 жылдары деген. Біздер бір клиентіме деген, олар келмейтін болса, біздер давайте сіздерге өзіміз барайық деймін. Да, олардың жаңағы менде, во-первых, алып келетін жерде жоқ. И ол кезде таксидің бағасы 200 теңге, маған мұғалімге 200 теңгені былай, 200 теңгені былай төлеген, выгодный 400 теңге төлеген. И ол енді ойлап қараңыз, шетелдік компаниялардың барлығы open space болып тұрады. Open space болып тұрады. И бастық отырады стеклянныйдың ішінде, адамдарды оқытып жатыр. Сабақтан қашып кете алмайды. Сағат 6-та осы. И уже результаттар көрініп бастайды. Сол басқа кемшіл жақтары жоқ. Тек единственный бір компанияның кемшіл жағы, менен салыстырғандағы, олар біздер компанияға бармаймыз, оқығыңыз келсе біздерге келіп оқисыздар, біздің офиске келіп оқисыздар. Бітті. Қалған жағынан түсінікті ғой, да? Сол кезде мен мұғалім айтамын, менде ана трекері шығып жатыр еді қазір, соған сабаққа. Қол қойдыңыз, түсіндіңіз ғой, да? Бұл жерде мен сізге қазір деген мына свод анализ деген Татьянаға жіберейін. Татьяна сізге жіберсін, или осы чатқа сіздер телефонмен отырсыздар да, көбіңіз. Менде ана трекер сабаққа шығып жатыр еді, соған шығып кетсем бола ма? Иә, болады, хорошо. Онда деген давайте мен сізге жаңа чатқа жіберейін. Чатқа емес, Татьянаға жіберейін, Татьяна сізге жіберсін, жақсы ма? Түсінікті ғой, да? Тапсырмаңыз, сізге Инстаграм парақшаны тауып алып, маған жазсаңыздар, кім жазады өзінің историясын, ХВП-сын, можем бір рет жұмыс жасап көруге, қарастырып көруге. Хорошо? Все, 20 минут уақытыңыз артық алып кетіптім. Ренжімеңіздер. Все, хорошо, жақсы. Онда кездескенше рахмет. Қазір мен сізге тапсырмалардың барлығын жазып жіберемін. Жақсы, рахмет.